Go reclaim Jerusalem. It's up to Christians to protect the Holy Land. Yes, деп бүгін сабақты бастаймыз, достар. Қалайсыңдар? Достар, мына жерде көріп тұрғандарыңдай, бұл жерде Иерусалим қаласын басып алыңдар, бұл жерлер қасиетті жерді христиандар қолдау керек деген мағынада жазып тұрған екен. Бүгін кіреш жоқтарын өтеміз, достар. Бұл жоспар бойынша нешінші? 9-шы тақырып па? Иә, 9-шы тақырып екен. Кіреш жоқтары жалпы түсіндіріп берейін. Кіреш жоқтар дегеніміз христиандардың мұсылмандар территориясына жорғы себеп не десе Иерусалим қаласын басып алу. Бірақ бұл қасиетті себебі негізі олардың мақсаты байлыққа кенелу. Арабтардың мәдениетінде байлықтар өте көп, арабтардың жерлері өте бай. Сол себепті сол байлыққа иелік ету болады ғой. Енді кіреш жорықтары деп міне 11-ші ғасыр аяғы 13-ші ғасыр соңына дейін жорық. Нақты айтатын болсақ, міне 1096 жылы бірінші кіреш жорық басталады, 8-ші кіреш жорық 1270-те аяқталады. Бұл міне ғасырға айналдырсақ 11-ші ғасырдың соңы 13-ші ғасырдың соңына дейін жетеді екен. Бұл жорықтар қай жерге бағытталды? Таяу шығыс, Сирия, Палестина, Мысыр, Балқан, Кипр, Кіші Азияға жасаған жорықтар. Давайте осы картадан бір көз жүрейік, қараңдар. Так, Сирия, Палестина деп жатыр. Міне мына жерде Сирия, мына жақта Палестина, Балқан түбегі. Одан кейін қай жер еді жаңағы? Кипр бар, мына жақта арал, Египет дейді, міне Мысыр дейді, міне таяу шығыс деп жатыр. Вообще маңайды полностью таяу шығыс деп. Осы жерге жасаған бұлардың жорықтары. Христиандардың жаңа себебін айттым. Енді бұл жорықты басталуға тағы бір түрткі болған жағдай бар. Бұл Бағдат халифатының 1055 жыл ыдырауға ұшырауы. Иә, Бағдат халифаты. Бұның қандай қатысы бар десе, бұл жақты басып алғандар негізі селжұқтар, түрк селжұқтар. Түрк селжұқтар қайдан келді десе, ол біздің Қазақстаннан келді оқушылар, если что. Солар Қазақстаннан оғыздар, селжұқтар келеді. Оларды ол жақтан қуып жіберген кімдер? Әрине қыпшақтар біздің жердегі. Солар барады, қуып жібереді, содан кейін олар ақырындап келеді, Бағдат халифатын ыдырата бастайды. 1071 жылы түрік селжұқтар Сирия мен Палестинаны басып алады. Ал Сирия мен Палестина бұл арабтардың жері. Сөйтіп, ол жермен тоқтап қалмай, Византия бар ғой. Византия деген бұл христиандардың мемлекеті, Шығыс Рим империясы. Солардың әскерлерін Мансикертте жеңеді. Сөйтіп Византия императоры, мен сендерді оқшылай Византияны түгел басып алады деп жатқан жоқпын. Византияның әскері Мансикертте жеңеді. Ал сол кезде Византия императоры Алексей Комнин көмек сұрайды. Папау маған көмектесші деген мағынада пападан көмек сұрайды. Папаның влияниесі өте жоғары. Ол корольден де авторитет оқшылар. Ол өйткені діннің, то есть Құдай мен адамзаттың арасындағы дін өкілі ретінде қарастырылды. Сол үшін корольдер де оны тыңдайды. Енді Алексей Комнин екінші Урбаннан көмек сұрайды. Бізге осылай сұрайды. Жарайды, екінші Урбан сөйтіп Клермон деген Францияның қаласында 1095 жылы халыққа сөз сөйлейді. Сөзінде мына осындай сөзді айтады. Екінші Урбан осындай сөз айтады. Оған жаңа бұл орта ғасырларда адамдар жалпы дінге өте берік, сондай кішкене дінге берілген адам болады да. Сол үшін оларды дін жолында оларды алжастыру оңайырақ болады. Сонымен 1096 жылы оның айтқан сөзін Франция және Германияның қарапайым шаруалары, әскерлері емес, қарапайым шаруалары Қазан қаласында, Амен қаласынан, қазан айында, то есть Амен қаласынан Петр Пустинник деген адам шаруаларды бастап шығады. Оның жанында екі досы бар, үшеуі біргелікте барады. Оның жанында рыцарь Волтер Галяк бар және Рейндіктің басы Готшалк. Міне осы үшеуі бүкіл шаруаларды етіп шығады. Енді селжұқтар ол шаруаларды сол менсінбейді де, бытсын шығарып, екі шапалақпен ұйықтатады ол шаруалар. Сөйтіп олар шегінеді, қайтады артқа. Сол кезде кірешілердің ар жағынан, шаруалардың ар жағынан нағыз рыцарлар келеді. Олар дайындалған, Франция мен Германияның корольдері жіберген, жасақталған, соғысатын рыцарлар жіберіледі. И олармен бірігіп шаруалар нормальный нәтиже көрсетеді. Айтатын болсақ, міне 1097 жылы көмек сұраған Алексей Комниннің астанасы Константинопольға жетіп келіп, ары қарта қай жерде басталады екен? Антиохия князьдігін құрады, бір ма. Екіншісі армяндардың Эдесса князьдігін басталып, Эдесса графтығын құрады, екі ма. Үшіншісі Триполитан графтығы құрады, үш па. И наконец-то 1099 жыл бірінші кіреш жорықтары аяқталып, олардың көздеген мақсаты
қай жақты басып алу керек болды? Иерусалимді басып алды. Енді оны басып алғаннан кейін Палестина мен Сирия халқы оны қарап тұрмайды, жеңіліп қалдық қой деген сияқты. Жоқ, олар күреседі. Значит, соғыс жалғасады деген сөз. Енді сол жақтарды қорғау үшін кресшілер өзінің әскерлерін тастап, бір бөлігі еліне қайтады, бір бөлігі сол жақта қалады. Сөйтіп, екінші кресс жорығы 1147-1149 жылы болады. Енді былай қарап тұрсақ, бірінші кресс жорықта кресшілер жеңді, действительно. Енді неге олар кресшілер дейді? Өйткені үстінде жалпы аппақ матадан или басқа да матадан киім киеді, сөйтіп оның қолдарын кесіп жіберіп, қолын шығарып сол матаға кресс белгісін қойған, сол үшін бұл кресс жорығы осылай аталып кетеді. Енді екінші кресс жорық 1147-1149 жылы монастырь аббаты Бернар деген адам сол шығады. Сол үгіт дейді, міне Бернар деген кісі. Аббат деген кім десек, аббат адамның аты емес, бұл діни қызметі. Аббат деген енді папағанда төмірек болып тұр. Сол бастайды, үгіт дейді. Енді соның үгіттеуіне, уағызына екі елдің королі мән береді. То есть екінші кресс жорықта екі король бастайды, ол Франция король 7-ші Людовик және неміс императоры 3-ші Конрад екеуі шығады. И 47-ші жылы олар Кіші Азияға барып селжұқтардан жеңіліп қалады. То есть екінші кресс жорық полностью провал, жеңіліп қалады осы. Сөйтіп 1187 жылы Сирия мен Палестина жерлерін азат етеді. Бұл кім? Әрине Мысыр сұлтаны Салахаддин. Салахаддин кресшілерді Тивериад деген жерде жеңеді. Потом жаңағы Палестина, Сириядан бүкіл христиандарды көшіреді, сөйтіп Иерусалим қаласын қайтадан басып алады екінші кресс жорықтың қарсаңында. Үшінші кресс жорық қарсаңында. Сөйтіп кресшілердің жаңа Эдесса деген графтығы бар еді ғой, Эдесса деген армяндардың жерінде. Осы графтықты ол құлатады. Сонымен екінші кресс жорық дәл осындай жағдайда аяқталады екен. Енді келесі үшінші кресс жорығы 1189-1192 жылдар болады. Бұл жерде үш король қатысады. Бұл кім? Германияның королі бірінші Фридрих, Англияның королі бірінші Ричард және Францияның королі екінші Филипп. В общем, үшінші кресс жорықта үш король және 3 жылға созылған. Жаттау ыңғайлы екен, оқушылар. Потом бірінші Фридрих, бірінші Ричард және екінші Филипп. Жорық нәтижесі аяқталады. Ол жорық туралы қалай болды, не болды, ол жағы айтылмайды, бірақ жорық сәтсіз, жеңілді. Келесі төртінші жорыққа да жетіп келдік. Оқушылар, мына жерде 47-49 негізі. Мына үшінші жорықты болдық. Мына үш король бастаған. Енді төртінші жорық 1202-1204. Бұл үшінші Иннокентий деген папа ұйымдастырады. Сол папа ұйымдастырады. Сөйтіп, бұл жорықтың ерекшелігі, ол жорық мына Венеция деген жерден шығады, мына кеме арқылы барады. Кеме арқылы барып, мына жерде Иерусалим қаласына жерорта теңіз алу арқылы келгісі келеді. То есть оған дейін жолықта мына жаяу барды да, олар деп барған болса, енді бұлар теңізбен барайын деп жатыр. Енді бір нюанс бар, бұл жорықты біз маршрут перестроен жорығы деп аталамыз, өйткені бұлар осы жерорта теңіз арқылы жолда келе жатырып, жолдың енді қай жеріне келген білмедім, бірақ ортасына келгенде Венецияның саудагерлерінің кемесімен бара жатыр. Олар кресшілердің өздерінде кеме жоқ. Арендаға бара жатқан кеменің ақшасын сұрайды, деп жол ақысын беріңдер деген кезде олар не дейді? Жол ақысы жоқ, біздің жағдай жоқ болғаннан кейін жорыққа баратырмыз дейді. Сөйтіп, енді кемешілерді кресшілер өлтіре алмайды, өйткені өлтірсе олар жол білмейді, өздері қырылып қалады. Сол үшін не істейді олар? Олар айтады, Венецияның саудагерлері, бізге қолақымызды сен былай берсең болады дейді. То есть Венецияның саудада главный конкуренті мына Константинопольдегі, яғни византиялық саудагерлер конкурент болады. Сол конкуренттердің территориясына шабуыл жасап, қаласын басып алсаң, болды, біз рашөтпіз дейді. Христиандар жарайды, жақсы дейді. Бірақ қарап көріңдер, Константинополь бұл христиандардың жері. Сол үшін ол жағына қарамай, ол енді кресс жорықтардың нағыз мақсаты осы ақша үшін екені осы жерде көрініп қалады. Сөйтіп жарайды деп 20 мың әскермен кресшілер, 500 000 халық бар, Константинополь қаласын басып алады, ол жақта Латын империясын 1261 жылға дейін өмір сүретін империя құрады. То есть 1202-де бастаған кресс жорықтардың нәтижесінде ол Латын империясын басып алады, 4-ші кресс жорықта, и ол жерде 1261 жылға дейін, то есть Константинопольді басып алып, ол жақта Латын империясын 1261-ге дейін құратұғын екен.
осымен төртінші күрес жорық басталады. Бұл маршрут перестроен деген жорық екен. Мына суретте көріп тұрғандарым бұл Салахаддин деген мұсылманның әскер басшысы екен. Келесі бесінші күрес жорық 1217-21 жылдары болады. Алтыншы күрес жорық 28-29 болады. Жетінші күрес жорық 48-54 болады. Ал сегізінші күрес жорық 1270-те болады. Бұда 10-шы Людовик деген жорық нәтижесінде қайтыс болады. Осыдан кейін уже жорық болмай тұрып екен. Енді Салахаддин білеміз, бұл Мысыр сұлтаны дедік. Ал тағы да осы Мысырдың мәмлүктердің билеушісі бар, бұл Сұлтан Бейбарыс. Міне Сұлтан Бейбарыс бұл не істейді? Кресшілердің қамалдарын қиратады, біртіндеп басып алады. Жалпы айтқанда кресшілерге күн бермейді. Сөйтіп 1270-те соңғы кресш жорығы бітеді. 9-шы Людовик осылай болады. Енді бұл күрес жорық не болды? Әрбір істің қайыр бар демекші, бұл соғыс болғанмен де, бұл соғыстың арқасында Жерорта теңізінде сауда жақсы дамиды. Мына шығыстың дамыған мәдениетін европалықтар біліп өзі үйрене бастайды, және шығыста егілген европалықтар мүлдем білмейтін жаңа егіс түрлері егіледі. Айта кетеміз, күріш, лимон, өрік, қарбыз егіледі. Осылай. Осылай күрес жорық дәл осындай жағдайда басталып, тақырыбын осылай аяқтайтын екенбіз. Келесі сабақта күрес жорығының Европаға, жалпы әлемге әсері туралы өтеді екенбіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.